Сәлем қыздар, бүгін өте дәмді манты дайындайтын боламыз. Менімен бірге болыңыздар. Бүгін бізге фарш, картошка, жуа, тестімізді дайындау үшін ұн, 2 жұмыртқа, су керек қажет болады. Ең бірінші тестімізді дайындап алатын боламыз. Ұнымызға 2 жұмыртқаны салып, жақсылап нанымызды басып аламыз. Нанымызды 15-20 минутқа иігі қанғанша бетін жауып қойып қоямыз. Енді салмамызды дайындайтын боламыз. Оған бізге фарш, картошка, жуа қажет болады. Картошкамызды және жуамызды видеода көріп тұрғандарымыздай турап аламыз. Барлығын фаршқа салып, өздеріңіздің қалауларыңызша дәмдеуіштерді салып, жақсылап араластыратын боламыз. Енді нанымызды бөліктерге бөліп, жақсылап басып, дөңгелектеп алып, нанымызды жаятын боламыз. Нанымызға салмамызды салып, видеода көріп тұрғандай етіп өреміз. Дайындап болған соң мантаваркамызға дайын мантыларымызды астын майлап, мантаваркамызға салатын боламыз. Мантымызды 35-40 минутта жай отта пісіріп аламыз. Мантымыз дайын болды. Астарыңыз дәмді болсын. Менің рецептіммен бөлісіп, лайк жазып, комментарий қалдырыңыздар.